1979 жылы ашылған Қарашығанақ кен орны әлемдегі ірі газ конденсат кен орындарының бірі. Кен орны Қазақстанның солтүстік батысында, Батыс Қазақстан облысында орналасқан және 280 шаршы километрден астам аумақты алып жатыр. Қарашығанақ кәсіпорны 5 мұнай-газ өндіруші, яғни Eni SPA, Shell PLC, Chevron, Lukoil және Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы компаниясының кәсіби білімі мен зор өндірістік тәжірибесін жинақтаған бірегей жоба. 1997 жылы кәсіпорын серіктестері мұнайгаз саласындағы мемлекеттік органымен бірлесіп Қарашығанақ кен орнының орасан зор қорын игеруге кірісті. Содан соң олар Қарашығанақ кен орнын 2038 жылға дейін бірлесіп игеру шарттары белгіленген өнімді бөлісу туралы түпкілікті келісімге қол қойды. Бұл келісімге қол қойылғаннан бері өндірістік қызметтерді дамытуға 31,3 миллиард ақш долларынан астам қаражат салынды. Сондай-ақ техникалық тұрғыдан әлемдегі ең күрделі кен орындардың бірі болып есептелетін Қарашығанақ кен орнын игеру үшін көмірсутектерді өндіру, өңдеу мен тасымалдаудың озық технологиялары қолданылып келеді. Кен орны операторы Карачаганак Petroleum Operating БВ КПО компаниясы. Компания өндірістік қызметтерді үздіксіз жетілдіру, қоршаған ортаны қорғау мен әлеуметтік жауапкершілік бағытында теңгерімді шешімдер қабылдай отырып, Қарашығанақ кен орнын игеру және дамыту бойынша өз міндеттемелерін адал орындауға тырысып келеді. Қарашығанақ пайдалану тұрғысынан күрделі, әрі күрт континенттік аймақта орналасқан бірегей кен орны. Кен орнының есептелген бастапқы қоры 13,6 миллиард баррель сұйық көмірсутектер мен 59,4 триллион текше фут газды құрайды. КПО-да көмірсутектерді өндіру және өңдеу өзара байланысқан үш негізгі қондырғыда іске асады. Қарашығанақ өңдеу кешені КӨК, ГКДК екінші және ГКДК үшінші газды кешенді дайындау қондырғылары. Жалпы ұзындығы шамамен 2000 километр болатын кен орны құбыр жүйесі негізгі өндірістік объектілерді байланыстырып, ұңғымалардан келетін және қондырғылар арасындағы өнімдерді тасымалдауды жеңілдетеді. Бұл объектілердің қатарына мұнайды бастапқы өңдеу станциясы мен эко орталық жатады. КПО-ның тасымалдау жүйесі екі негізгі бағыттан тұрады. Қарашығанақ Атырау тасымалдау жүйесі, КӨК және Үлкен Шағанда орналасқан екі мұнай айдау станциясынан және Атырауда орналасқан өнімді қабылдап, сақтауға арналған КПО терминалынан тұрады. Қарашығанақ Орынбор тасымалдау жүйесі. Ресей Федерациясындағы Орынбор газ өңдеу зауытына газ жеткізуге арналған КПО-сымен қатар Қарашығанақты кеңейту жобасының 1А және 1Б кезеңдерін іске асыруды жалғастырып келеді. Жобаға сәйкес сұйық көмірсутектер өндірісі деңгейін ұстап тұруға бағытталған 5 және 6 газды кері айдау компрессорлар мен басқа да ілеспе қондырғыларды орнату көзделген. Аталған жобалар Қазақстан Республикасы мен Қарашығанақ жобасы бойынша серіктестерге қосымша пайда келіп, маңызды үлес қоспақ. Өндірістік міндеттемелерді орындаумен қатар, КПО жауапты корпоративтік кәсіпорын ретінде жергілікті тұрғындар мен жалпы Қазақстан Республикасы үшін барынша мол әлеуметтік және экономикалық тиімділікті барынша арттыруға күш салып келеді.